Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы екі айнымалысы бар сызықтық емес теңдеулер жүйесі көмегімен мәтінді есептерді шығару. Сабақтың мақсаты есептің шарты бойынша математикалық модель құру. Алдыңғы сабақта өткен математикалық модель дегеніміз не және оны құру алгоритмін есімізге түсірейік. Математикалық модель дегеніміз шынайы өмірдегі жағдаятты математикалық тіл көмегімен сипаттау тәсілі. Оқу тапсырмалары. Нөмір 1 тапсырма. Есептің берілгені 4 карандаш және 3 дәптерге 70 теңге, ал 2 карандаш және 1 дәптерге 28 теңге төленді. 1 карандаш және 1 дәптер қанша тұрады? Есептің шартын мұқият оқып, талдайық. Белгісіз шамаларды 1 карандаштың құнын x айнымалысымен, 1 дәптердің құнын y айнымалысымен белгілейміз. Олай болса, 2 карандаштың бағасы 2x, 4 карандаштың бағасы 4x болады. Сол сияқты 1 дәптердің бағасы y, 3 дәптердің бағасы 3y болады. Есептің шартына сай 4 карандаш және 3 дәптер 4x қосылған 3y тең 70-ге. Ал 2 карандаш және 1 дәптер 2x қосылған 1y тең 28-ге. Шыққан теңдеулер жүйесін шешу арқылы x пен y-дің мәндерін табамыз. Жауабы: 1 карандаш 7 теңге, 1 дәптер 14 теңге тұрады. Номер 2 оқу тапсырмасы. Бірінші көрермен залында 320 орын, ал екіншісінде 420 орын. Екі залдың қатарлар саны бірдей. Бірақ бірінші залға қарағанда екінші залдың әр қатарында 5 орынға артық. Бірінші залдың қатарлар санын табыңыз. Есептің шартын мұқият оқиық және талдайық. Есептің математикалық моделін құрайық. Бірінші залдың әр қатарындағы орындар санын x айнымалысымен, екінші залдағы қатарлар саны бірінші залға қарағанда 5 орынға артық болғандықтан x қосылған 5 деп өрнектейміз. Екі залдағы қатарлар саны бір-біріне тең, y айнымалысымен жазамыз. Есептің шартына сай теңдеулер жүйесін құрамыз. x көбейтілген y-тен 320-ға, x қосылған 5 көбейтілген y тең 420-ға. Номері 3 тапсырма. Екі жұмысшы бірігіп жұмысты 12 күнде бітіреді. Егер біріншісі жеке жұмыс жасап, жұмыстың тең жартысын орындағаннан кейін, қалғанын екіншісі істесе, онда жұмыс 25 күнде бітіреді. Әр жұмысшы тапсырманы неше күнде бітірер еді? Оқушылар, тапсырманың мазмұнын мұқият оқып, талдайық. Есептің математикалық моделін құрамыз. Бірінші жұмысшы тапсырманы жеке орындағанда бітіретін күнін x айнымалысымен, екінші жұмысшының күнін y айнымалысымен белгілейміз. Бір күнде бітетін жұмыстың көлемі. Бірінші жұмысшы x-тен 1, екінші жұмысшы y-тен 1. Егерде бірінші жұмысшы жеке жұмыс жасап, жұмысын тең жартысын орындаған болса, онда бір күндік жұмыстың көлемі 2-ден x-ке тең. Екінші жұмысшының көлемі 2-ден y-ге тең. Есептің шартына сай теңдеулер құрамыз. Бірінші теңдеуіміз x-тен 1 қосылған y-тен 1 тең 12-ден 1-ге. Екінші теңдеуіміз 2-ден x қосылған 2-ден y тең 25-ге. Шыққан теңдеулер жүйесін шешу арқылы x пен y-дің мәндерін аламыз. Жауабы: бірінші жұмысшы 30 күнде, екінші жұмысшы 20 күнде жұмысты аяқтайды. Номер 4 оқу тапсырмасы. Бірінші бассейнде 200 кубтық метр, ал екінші бассейнде 112 кубтық метр су бар. Бассейндерді толтыру үшін крандарды ашып қойған. Егер екінші бассейнге біріншіге қарағанда сағатына 22 кубтық метр су артық құйылатын болса, неше сағаттан кейін екі бассейндегі су мөлшері бірдей болады.
Есептің шешуі. Алдымен есептің математикалық моделін құрамыз. Бірінші бассейнге 1 сағатта құйылатын судың мөлшерін x айнымалысымен, екінші бассейнге құйылатын судың мөлшерін x қосылған 22 өрнегімен белгілейміз. Бассейндерде алдын ала болған судың көлемі 200 кубтық метр және 112 кубтық метр. Неше сағаттан кейін екі бассейндегі су мөлшері теңесетіндігі белгісіз болғандықтан, екінші белгісіз шамамыз уақытты y айнымалысымен белгілейміз. 200 қосылған x көбейтілген y тен 112 қосылған x қосылған 22 көбейтілген y. Берілген теңдеуді шешу арқылы y-тің мәнін табамыз. Жауабы 4 сағат. Оқушылар, бүгін біз сабағымызда мәтінді есептердің математикалық моделін құруды және оларды теңдеулер жүйесі арқылы шығаруды үйрендік. Бүгінгі сабағымызда алған білімдерімізді пайдаланып, өзіндік жұмыстарды орындайық. Өзіндік жұмысты орындау барысында тапсырманың дескрипторын басшылыққа аламыз. Есептің шартын талдаймыз, белгісіз шаманы айнымалымен белгілейміз. Екі айнымалысы бар сызықтық емес теңдеулер жүйесін құрамыз және ол теңдеулер жүйесін шешу арқылы есептің шарты бойынша шешімін жазамыз. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.